Түркістан облысы Мақтарал құрамасының үй тапсырмасы. Құрметті достар, белгісіз бір майдан қазақ әскерлері. Жолдас командир, соғыстың соңғы күндері дейді. Жаман ауыр күн болатын сияқты. Қорқып тұрмын. Қорқатын ештеңесі жоқ. Оп-оңай болады. Ауылға қайталамыз ба өзі? Қайтасың. Қайтамасаң апарып тастаймыз. Сен менен кейінгі адамсың ғой. Бір түгелді баш көрейікші, соғыстың алдында бір ретте болаш, балдар кімдер қапты өзі. Айниязов. Атымен шақыра берші. Өмірқұл. Мұнда кел. Шекербеков. Ғазизхан. Мен. Мұнда кел. Бүркіт. Айша. Осында. Мұнда кел. Сен бауым тоқташ. Көміп тастаса анан. Бұл түрі ғой көп ұстағанда. Кеше кезекшілікте болған ұйықтап жатыр бұл. Ояте. Бергеле. Не, түнде не істеқпайды сонша бейт сүйреліп жүріп ұйықтайтындай. Барында бар, ана көпірдің астында кеше жаңбырдан кейін миналар сәл дымқыл болып қалған дейді. Көріп көндір соны. Жолдас командир, не тамақ істейін? Ман істеші бүгін. Өйме карточка мен пияз ғана бар ғой? Енді сен меню тол адам сияқты сұрадың ғой. Соны істесек күнде жеп жүрген тамағымыз ғой. Не істеп жатсың, не? Анамның беті орамалы ғой, командир. Анамның иісін сағындым. Адам көңілін басады. Нау, әкемнің иісі. Нау, Қатира әпшемдікі. Бәрі ішірді екен ғой, Нау, жеңшемдікі. Әшем келді! Әшем қайда? Әшем таптым. Әшемнің иісін сағынып қалыптым. Сен бүкіл ауылының иісін жинап жүр екенсің, Енді осын қарап сағынышымды басам ғой, командир. Көріш, қандай иістер бар? Көп қой бұл жерде. Иістер көп негіз таңдау. Сладкий екен, Бұл ана малшы Қыдырбектікі ғой бұл. Сәл жұмсақтау иіс бар ма, әйелдер скі ма? Қатираның иісі бар ма, Қатираның? Кім ол Қатира деген? Женшең да мен келіншең. Оны ана 5-ші ротадағы Сәндібек сатып алды ғой оны. Есің дұрыс па, нағып сатып ал? Иісі оны ап қапты да енді. Барақ белі бар еді. Келіншеңізді ма? Иісін! Бол. Рахмет. Негізі, ұнау, қазақ айтады ғой, сырттан жау тиген кезде дейді да. Сырттан жау тиген кезде бүкіл қазақ жігіттерінің, бүкіл қазақ елінің даусы бір жерден шығады. Жүректері бір мен айтып тастай салайын да? Бірдей тұрайық та, әдемі көрінеді ғой. Жоқ, мен соңғы сөзді айтып тастай салайын да, қаз. Сосын музыка қойылады, сосын биттеп тұрамыз. Болды. Нау. Мына негізі бізде айтады қазақта. Сырттан жау тиген кезде барлығының ауызбіршілігі бір жерге жүйеленіп қалады дейді да. Кемедегінің жаны бір деген сөз содан қалған шығар деп ойлаймын. Тек қана соғыста емес, былайша бейбіт күнде де бір болуға болады негіз ауызбіршілігіміз. Қазақ жігіттері сөйтіп жүру керек негізі. Тарихта сөйтіп жазылғанда. Бірақ қоя береді. Алға қазақ жігіттері, сені мақтан, жансың халық